Кәсіпкерлік қызметке салық салу. Салықтар бұл мемлекет және муниципалитеттердің қызметін қаржылық қамтамасыз ету мақсатында меншік құқығына шаруашылық жүргізуге немесе жедел басқаруға тиесілі қаражатты иеліктен шығару түрінде ұйымдар мен жеке тұлғалардан алынатын міндетті, жеке өтеусіз төлемдер. Кәсіпкерлікті дамытуға әсер етудегі салықтардың рөлі бизнес субъектілерінің іскерлік белсенділігін ынталандыру немесе шектеу болып табылады. Кәсіпкерлік қызметті реттеудің салық әдісі кәсіпкерлік қызмет түрін кеңейтуге немесе тарылтуға келесі жолдармен әсер етуді көздейді. Салықтардың әртүрлі түрлерін белгілеу, салық салу субъектілері мен объектілерін анықтау, салық ставкаларын өзгерту, салық жеңілдіктерін енгізу, салық салу механизмін өзгерту. Салықтар, алымдар, баждар және басқа да міндетті төлемдер төрт негізгі функцияны орындайды. Әлеуметтік функция кірістердің әртүрлі сомаларына тең емес салық салу арқылы жүзеге асырылады, және кірістерді халықтың әртүрлі санаттары арасында қайта бөлуге мүмкіндік береді. Фискалдық функция мемлекеттік бағдарламаларды іске асырудың негізгі болып табылатын бюджетте, және бюджеттен тыс қорларда қаражат жинақтай отырып, кірістерді қалыптастырады. Реттеуші функция мемлекеттің инвестициялық үрдістерге, өндірістің құлдырауына немесе өсуіне, және оның құрылымына әсерін анықтайды. Бақылау функциясы мемлекетке салық төлемдерінің бюджетке түсуінің уақытылығы мен толықтығын бақылауға, олардың мөлшерін, қаржы ресурстарының қажеттіліктерімен салыстыруға мүмкіндік береді. Экономикалық қатынастар жүйесінде көбею үрдістерімен байланысты әртүрлі қатынастар, соның ішінде заңды түрде белгіленген салықтар мен алымдарды төлеуге байланысты шаруашылық жүргізуші субъектілер мен мемлекет арасындағы қатынастар көрінеді. Салық салу әдісін ескере отырып, салықтар тікелей және жанама болып бөлінеді. Жанама, акциздер және қосылған құн салығы, қ.қ.с, тікелей, табыс салығы, сақтандыру сыйлықақылары, тау-кен салығы, мүлік салығы. Салық салу жүйесі, салық жүйесі деп осы кезеңде қолданылып жүрген салық және кеден заңнамасына сәйкес ел аумағында алынатын салықтардың, алымдар мен баждардың жиынтығын, сондай-ақ есептеу және төлеу жөніндегі заңнаманы дұрыс орындаған үшін салық төлеушілердің, салық және кеден органдарының құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін белгілейтін құқықтық нормалар мен қағидалардың жиынтығы деп түсіну керек. Салықтар, алымдар мен баждар. Ұйымдардың табыс салығы. Ұйымның табыс салығы бойынша салық салу объектісі салық төлеуші алған пайда деп танылады. Салық салу мақсатында ресейлік ұйымдар үшін пайда деп танылады, алынған кірістер жұмсалған шығыстардың мөлшеріне азаяды. Салық ставкасы 20 мөлшерінде белгіленеді. Бұл ретте А2 0 мөлшерінде салық ставкасы бойынша есептелген салық сомасы мемлекеттік бюджетке есептеледі. 18 0 мөлшерінде салық ставкасы бойынша есептелген салық сомасы қыр субъектілерінің бюджеттеріне есептеледі. Күнтізбелік жыл табыс салығы бойынша салық кезеңі болып танылады. Салық бойынша есепті кезеңдер күнтізбелік жылдың бірінші тоқсаны, жарты жылдығы және 9 ай болып танылады. Ұйымдардың пайдасына салынатын салықтық түсімдер, кірістер көлемінде қарапайым орын алады. Қосылған құн салығы, қ.с. Қосылған құн салығы жанама салық болып табылады. Қ.с. салық төлеушілер деп танылады. Ұйымдар, жеке кәсіпкерлер, кедендік шекарасы арқылы тауарлардың өткізілуіне байланысты Қ.с. салық төлеушілер деп танылатын тұлғалар. Салық кезеңі бұл салық базасы анықталатын және төленетін салық сомасы есептелетін кезең. Бұдан басқа, ұйымдар мен кәсіпкерлер салық кезеңінің қорытындылары бойынша салық органдарына салық декларацияларын табыс етеді. Салық кезеңі, оның ішінде салық агенттерінің міндетін атқарушы, салық төлеушілер үшін 90 ретінде белгіленеді. 0 салық ставкасы экспорттың кедендік режимінде әкетілген тауарларды өткізу кезінде, немесе қыр кедендік аумағы арқылы тасымалдауға тікелей байланысты жұмыстарды, қызметтерді көрсету кезінде, және тағы басқа қолданылады. Салық ставкасы 10. Мынадай азық-түлік тауарларын тірі салмақтағы мал мен құсты, сүт пен сүт өнімдерін, жұмыртқа мен жұмыртқа өнімдерін, маргаринді, қантты және тағы басқа тізбеге сәйкес балаларға арналған тауарларды, біліммен, ғылыммен және мәдениетпен байланысты кітап өнімдерін, отандық және шетелдік өндірістің бірқатар медициналық тауарларын өткізу кезінде қолданылады. Қр салық кодексінде арнайы салық режимдері белгіленеді. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге арналған салық салу жүйесі, жеңілдетілген салық жүйесі, жекелеген қызмет түрлері үшін есептелген табысқа бірыңғай салық түріндегі салық салу жүйесі, өнімді бөлу туралы келісімді орындау кезінде салық салу жүйесі.
Шағын кәсіпкерлік субъектілері ұйымдар қолданатын ұйымдарға салық салудың жалпы режимі. Шағын кәсіпкерлік субъектілері мәртебесі бар заңды тұлғалар кәсіпкерлер сияқты жалпы салық салу режимін ерікті түрде қолдана алады. Есептелген табысқа бірыңғай салық салуға жататын қызмет түрлері ерекшелік болып табылады. Салық төлеушінің келісімді орындауға байланысты алған пайдасы салық салу объектісі болып танылады. Салық төлеушінің пайдасы оның келісімді орындаудан шығыстар мөлшеріне азайтылған табысы деп танылады. Келісімнің талаптарына сәйкес инвесторға тиесілі пайдалы өнімнің құны, сондай-ақ іске асырудан тыс кірістер салық төлеушінің келісімді орындаудан түскен табысы деп танылады. Пайдалы өнімнің құны өнімнің бағасын, мұнай бағасын қоспағанда келісімде белгіленген пайдалы өнім көлемінің және өндірілген өнім бағасының туындысы ретінде айқындалады. Келісімді орындау кезінде салық төлеуші жүргізген, шеккен, негізделген және құжатпен расталған шығыстар салық төлеушінің шығыстары деп танылады. Салық төлеушінің шығыстары, өтемақы өнімі есебінен өтелетін шығыстар, салық базасын төмендететін шығындар. Осы баптың мақсаттары үшін салық базасы салық салынатын пайданың ақшалай көрінісі деп танылады. Әрбір келісім бойынша бөлік айқындалады. Өнімді бөлудің екі нұсқасы. 1. Өнімді бөлудің 3 деңгейін көздейтін дәстүрлі бөлім. Определение общего объема произведенной продукции и ее стоимости. Бұл ретте өндірілген өнім деп жер қойнауынан, қалдықтардан, ысыраптардан іс жүзінде өндірілген, алынған, минералды шикізатта, жыныста, сұйықтықта және өзге де қоспада қамтылған тау-кен өндіру өнеркәсібі өнімінің және карьерлерді қазу өнімінің мөлшері танылады. Ал сапасы жағынан Ресей Федерациясының мемлекеттік стандартына, сала стандартына, өңірлік стандартқа, халықаралық стандартқа сәйкес келеді. Ал егер жеке өндірілген пайдалы қазбалар үшін көрсетілген стандарттардың болмауы, келісім бойынша жұмыстарды орындау барысында инвестор өндірген және нормативтер шегінде технологиялық шығындар санына азайтылған ұйымның, кәсіпорынның стандартына сәйкес келуі тиіс. 1. Келісім бойынша жұмыстарды орындауға жұмсалған шығындарын өтеу үшін инвестордың меншігіне берілетін өндірілген өнімнің бір бөлігін айқындау. Бұдан әрі өтемақы өнімі. Өтемақы өнімдерінің шекті деңгейі 75-дан аспауы керек. Ал Ресей Федерациясының континенттік қайраңында өндірілген өнімнің жалпы көлемінің 90 болуы керек. Өтемақы өнімдері есебінен инвесторға өтелетін шығындардың құрамы Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес келісіммен анықталады. 2. Құны баламасы пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салықты және есепті салық кезеңдегі өтемақы өнімін төлеу үшін пайдаланылатын, осы өнімнің бір бөлігін шегергендегі келісімді орындау кезінде өндірілген өнім деп түсінілетін, мемлекет пен инвестор арасындағы пайдалы өнім. 3. Инвестордың келісімнің талаптарына сәйкес өзіне тиесілі мемлекетке өндірілген өнімнің бір бөлігін немесе оның құндық баламасын беруі. 4. Тікелей бөлім, мемлекет пен өндірілген өнімнің инвесторы немесе өндірілген өнімнің құндық баламасы арасындағы өтемақы өнімін бөлу сатысы жоқ бөлім. Бөлімнің пропорциялары келісіммен анықталады. Өндірілген өнімдегі инвестордың үлесі 68-дан аспауға тиіс. Салық салудың жалпы режимі деп құқық салық төлеушілер үшін көзделген федералдық, өңірлік, жергілікті салықтар мен алымдар түсініледі. Салықтар мен алымдардың келесі тізімі белгіленді. 1. Қосылған құн салығы. 2. Акциздер. 3. Жеке тұлғалардың табыстарына салынатын салық. 4. Бірыңғай әлеуметтік салық. 5. Ұйымдардың табыс салығы. 6. Тау-кен салығы. 7. Водный налог. 8. Жануарлар дүниесі объектілерін пайдаланғаны және су биологиялық ресурстар объектілерін пайдаланғаны үшін алымдар. 9. Мемлекеттік баж аймақтық салықтарға мыналар жатады. 1. Ұйымдардың мүлкіне салынатын салық. 2. Көлік салығы жергілікті салықтарға мыналар жатады. 1. Жер салығы. 2. Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық. Айта кетейік, егер дара кәсіпкерлерге қатысты заңнама бухгалтерлік есепті жүргізуді талап етпесе, онда ұйымдарға қатысты мұндай талап міндетті болып табылады. Алдыңызда үстел бар. Енді жауаптары бар сұрақтарды еске түсіріңіз.